Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ, лүпілдек, басқанда қайта өз қалпына келетіндей, қонаққа барғанда беймарал дастархан ұялтырмайтындай қылып істейтін булочкаларды дайындайтын боламыз. Ал енді кеттік. Оған бізге сүт, жылы су, күнбағыс майы, қант, жұмыртқа 2 шыт жұмыртқа және де тұз керек болады. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып алып, оған суымызды құямыз. Оған шекерімізді қосып, тағы да 1 чайный ложка тұзымызды салып, 1,5 жұмыртқаны салып, 2 ас қасық дрожжаны салып, жақсылап бір қалыпқа келгенше араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Барлығы бір қалыпқа келгенше күнбағыс майын құйып аламыз. Тағы да араластырамыз. Оны да 50 кездерден өткізіп, қамыр болғанша ұн қосамыз. Онда аз-аздан қосып араластырып аламыз. Араластырып, қамыр илеуіт бастаймыз қолымызбен. Онда аз-аздан салып барамыз, көп сал жермейміз. Қамырымыз қатты болып қалады. Осындай жұмсақ қамыр болғанша ұн саламыз. Неге осындай жұмсақ қамыр болып шығады? Неге осылайына жұмсақ, басқанда қол кіріп кететіндей етіп. Жақсылап билеп аламыз, сонда тез ісіп шығады. Осындай пленкамен, целлофанмен үстін жауып қоямыз. Неге мен жауып қойдым? Бұның үстіне шашықты жауып, жылы жерге қойып қоямыз 1 сағатқа, немесе 1,5 сағатқа. Неге менде ашып шықтым? Тағы да бұны пленкасын алып, целлофанын тағы да жақсы ісіп шығу үшін ұрып, яғни айтқанда тағы да іскенін қайтарып, тағы да пленкасын жауып қойып қоямыз. Сонда қамыр өте лүпілдек болып тез ісіп шығады. Бұны 1,5 сағатқа қоятын болсақ, бұны жарым сағаттың ішінде қамырымыз ашып шығады, тағы да көтеріледі. Неге осылайынан жақсылап, дөмпештеп, көп қамырды илесе, сонша тез ісіп шығады, әрі нәзік болып шығады булочкаларымыз. Тағы да целлофанымызды жауып, целлофанымызды жауып қоямыз да, тағы да бетін шашықпен жауып қойып қоямыз жылы жерге. Неге бізде тағы да қамырымыз ашып шықты, тез. Тағы да алып пленкасын, қолымызды майлап аламыз, қамырға жабысып қалмау үшін. Зуаларды бөліп алып, әртүрлі пішіндерге келтіріп аламыз. Өздеріңіз қалаған пішінге келтірулеріңіз мүмкін. Мен осындай булочкалар қылдым. Яғни айтқанда мен 3 түрлі булочка қылдым.
осындай пішінді булочкалар. Мінекей кешесіздер менде үзіліп қалды. Бұндай істеу көрінгеннен қиын болып көрінеді, бірақ та өте оңай істелу жолы. Мінекей думалақ қамырды осындайына жайып аламыз да. Пышақпен кесіп, пицца пішіне келтіріп алып, кесіп аламыз. Орамалы булочка болады, іші піседі. Одан уайымдамаңыздар, іші толық пісіп шығады. Тағы да осылайына үлкендеу болу үшін бұның тағы да ортасынан кесіп аламыз. Ішіне өздеріңіз қалаған заттарыңыз жасаңыздар болады. Мейіз, немесе желе, немесе мен осылай вареньелар салып шықтым. Менде құлпынай вареньесі мен өрік варенье. Осылайынан орап шығамыз. Мінекей осылайынан. Барлығын осылайынан орап аламыз. Мінекей бұлардың үстін жауып 20 минутқа алып қоямыз. Ал басқа листімізге осылайынан думалақ қалыпқа келтіріп, барлығын теріп шығамыз. Мінекей мен теріп шықтым. Бұның да үстін шашықпен жауып қойдым. Мінекей біздің осы думалақтарымыз ісіп шықты. Жұмыртқамызға бір үлкен қасықта сүт қосып жағып шығамыз бетіне. Мак пішевыйды қостым, де сеуіп шықтым, әдем болу үшін. Мінекей енді бұны алдын ала 15 минут қызып тұрған пешке салып аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз әдем болып қып-қызарып шықты. Мінекей енді екінші булочкаларымызды қоямыз. Мінекей бұлар да әдемі болып пісіп шықты, қызарып. Көріп тұрғандарыңыздай осындай лүпілдеп тез ішіп шығатындай. Мінекей достар, сіздерге жаққан болса, әрине жасап көріңіздер. Өте лүпілдеп шығатын булочкалар. Сіздерге кеңес беремін, жасап көріңіздер. Балдардың ең сүйікті булочкаларының бірі. Менің інілерім өте сүйіп пішті бұл булочканы. Іште толық піседі. Мінекей, менде ыстық болып тұр. Сіздерге соны көрсеттім ыстық кезінде. Әрине жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің арнама жазылып, видеоларыма лайк, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей бұл вареньелісі өте күшті шыққан. Басса, тағы да өз қалпына келеді.